қызметтер, тауар сатып алу барлығы интернетке көшті. Қазір мұны енді тырнақша ішінде айтса болады, бүтін бір индустрияға айналып кетті, Өздері қол жұмсап жатқан адамдар да бар. Яғни қылмыскер кез келген мемлекетте отырады. Көлігін сатып жүргендер де бар, үйін сатып жүрген де бар. Виртуалды нөмірлер, нейрожүйе және фишингтік сайттар. Қаржы алаяқтары жұрттың қалтасын қағу үшін кейінгі уақытта осындай әдістерді қолданатын болған. Ресми дерекке сүйенсек, олар небәрі 9 айда 26 миллиард теңгені қолды қылған. Бұлардың қақпанына қалай түспеуге болады? Бүгінгі Фин подкастта осы тақырыпты талқылаймыз. Бүгін бізде қонақта Алматы қаласы полиция департаменті киберқылмысқа қарсы күрес бөлімінің бастығы, полиция подполковнигі Еркебұлан Қойшыбаев және белгілі экономист Мақсат Халық. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Қош көрдік. Енді ең әуел ең қарапайым сауалдан бастасақ, жалпы осы қаржылық алаяқтық деген не, оның сипаттамасына тоқталып кетсеңіздер. Енді қаржылық алаяқтық тоқтауға кететін болсақ, алаяқтықтың барлығы қаржылық қой. Себебі алаяқтардың мақсаты ол біреудің қаржысын иемдену. Қазіргі уақытта ең көп тараған түрлері ол интернет алаяқтық, телефон алаяқтығы, телефон арқылы звондап хабарласып, сізден ақшаңызды иемденеді, алдап көптеген айла тәсілдер қолданады. Сосын жаңағы фин пирамида дейді, қаржылық пирамида бар, соның ішіне кіреді. Оның барлығы жаңа қаржылық алаяқтыққа жатады. Мәке, енді өзіңіз қаржылық алаяқтыққа сізге алаяқтар хабарласып деген сияқты бір сондай оқиғаларға тап болған кезіңіз бар? Көп қой, олар хабарласып жатады, неше түрлі сөздер айтып, жаңағы басында орыс тілінде сөйлеуші еді, қазір қазақ тілінде сөйлейтіндер де пайда болды, әртүрлі. Орыс тілдерді қазақша сөйлеп қатырып ұстап жүретінбіз, жаңағы қателесіп жатқан өздері түсініп қалып, сосын ұялып дегендей. Әртүрлі бұл алаяқтар заманның өзгеруіне байланысты өздері де түрленіп отырады. Жаңағы олар алаяқ деген атқа ие болмаушы еді, егер де олардың жаңағы қулығы тасып тұрмаса. Шындығын айту керек, олар заманның жаңағы соңғы технологияның тілін біліп, әсіресе ауылда отырған қарапайым қазақтарға, азаматтарға неше түрлі қоңырау шалып, немесе интернет арқылы, түрлі әлеуметтік желілер арқылы жарнамаларын жариялап, тіпті президентті де қойып қояды, өте сенімді адамдарды да қойып қояды, арт жағына апарып, өздерінің сондай алаяқтықтарын жасап жатады. Бұл енді кең тарап отыр, өкінішке қарай біздің азаматтар әлде де болса ажыратып біліп, оларды алдын ала білу жағынан сәл кешігіп жатыр деп айтуға болады. Өйткені көбісі алданып қалып, ақшаларын жіберіп қойып, оны аламай жатқандар өте көп. Яғни технология дамыған сайын енді алаяқтардың да әдіс тәсілдері ұлғайып көбейіп жатыр ғой, неше түрлі әдіс тәсілге көшіп жатыр да. Қазір мұны енді тырнақша ішінде айтса болады, бүтін бір индустрияға айналып кетті. Енді осы технологиялар дамығанға дейін алаяқтар, қаржы алаяқтары қандай тәсілдерді қолданатын еді? Тәсілдер сол жалпы алаяқтық қой. Қаржылық пирамида ғой, сол ең көп тараған, ол бұрыннан сол қаншадан бері жатыр. Егер интернет алаяқтыққа келетін болсақ, ол 2017 жылдан бастап өз қарқынды дами бастады деп айтсақ болады. Себебі жаңағы бүкіл біздің жаңа қызметтер, тауар сатып алу барлығы интернетке көшті. Көптеген платформалар пайда болды интернетте, небір қызметтер көрсетеді интернетте. Сол үшін жаңағы алаяқтықтардың да саны көбейді. Олардың айла тәсілдері де көбейді деп айтсақ болады. Енді мынау қазір ақпараттық технологиялар дамып келе жатыр ғой. Алаяқтықтың да, қаржылық алаяқтықтың, интернет алаяқтықтың масштабы ұлғайған шығар, бір статистика түрінде айтуға бола ма? Статистика түрінде айта кететін болсақ, енді нақты статистиканы айта алмаймын мен сізге. Геометриялық прогрессияда ұлғайып жатыр деп айтсақ болады қазіргі уақытта. Мәке, енді экономист ретінде жалпы өзіңіз сырттай бақылаған кезде қаншалықты ұлғайып отыр? Мысалы, цифрлық технологиялар дамығанға, пайда болғанға дейінгі алаяқтық пен қазіргі алаяқтықтың айырмашылығы көзге көріне ме? Көзге сол ақша көлемі жағынан ақ көрініп тұр. Мысалға, сіз өзіңіз келтірген статистикада 9 айдың өзінде 26 миллиард теңге деп отырсыз. Мысалға, оның өзі аз қаражат емес. Және де бұл көлемнің өсіп отырғанын байқаймыз. Жыл сайын жаңағы қаржы көлемі азайып жатқан жоқ. Демек, қаржы алаяқтары одан әрі әккі болып жатыр, одан әрі өте зерек болып жатыр деген сөз.
көп жағдайда. Сондықтан әртүрлі айыл тәсілдерді ойлап табады. Бізде өкінішке қарай азаматтарымыз әбден күйеді, жаңағы маңдайымен ұрына тасқа жартасқа, содан кейін барып қана бұл мәселелер туралы өздері қасқыр болып пісіп шығады дегендей. Өкінішке қарай бұл алдын ала негізі түсінікте болу керек, алдын ала білу керек. Біз біреудің қателіктерінен сабақ алу керекпіз көп жағдайда. Сондай кезде ғана біз тез дамимыз, жаңағындай алаяқтарға да алданбаудың жолдарын білетін боламыз. Сондықтан да өкінішке қарай бізде ол жағы кең тарамаған, және алданып қалған адамдар алданып қалғанын айтпайды, ұялады, жаңағы ойбай, жаңағы осындай алданып қалыпты ғой дегендей, жағдайға қамбасын, жарайды дегендей. Ол аз сома болса жақсы, ал үлкен сомаға тап болып амал жоқ, жаңағы өздері қол жұмсап жатқан адамдар да бар. Сондықтан да бұл қоғамның дерті өте үлкен мәселе, мей-жай қарайтын дүние емес. Ішкі істер органдары тарапынан, басқа да құқық қорғау органдары, банктердің тарапынан, қаржы ұйымдарының тарапынан күнделікті түрлі ақпараттар жарияланып жатады. Мысалы, күнделікті әртүрлі қылмыстар ашылып жатады, олардың статистика цифрлар көрсетіп жатады, белгілі бір қаражат қайтарылып жатады. Сосын сақтық шаралары да. Тіпті мысалы, кей жағдайда қарасаңыз, дүкендерге де соңғы кезде мысалы хабарландырулар жапсырып қоятын болды ішкі істер органдары. Сақ болыңыздар, алайық. И бұқаралық ақпарат құралдары арқылы да ақпарат бар да, таратылады. Бірақ соның өзінде кейінгі кезде қарасақ, енді қаржы алаяқтардың алдын алу, тосқауыл жасау мүмкін болмай тұр да. Көп жағдайда салдарымен күресіп жатамыз. Бұл неліктен, не себепке байланысты? Енді ең бірінші человеческий фактор дейді ғой, адамшылық фактор дейді ма? Адами фактор. Адами фактор деп айтсақ болады. Адамдар көбінесе өздері жаңағы ақшасын шоттарынан шешіп алып, алаяқтардың шотына салып жатады қазіргі уақытта. Әрине ең негізгі жұмыс бағыты бізде бұл алдын алу, профилактика дейміз. Сіз айтып жатқандай бұқаралық ақпарат құралдарында жария етеміз, қандай түрлері бар, одан қалай қорғану керек, соның барлығын айтып жатамыз. Интернет арқылы да блогерлерді шақыртып айтқызып жатамыз. Оның барлығын істеп жатыр. Енді ол да аз болып тұр ғой қазіргі уақытта. Көптеген аппараттық программалық технологиялар қолданып жатыр қазіргі уақытта. Жаңағы Кейсел, Актив, Теле2, жаңағы интернет провайдер дейді ғой бізде, сотовый оператор, ұялы операторлармен бірлесе қаншама жаңа нелер технологиялар енгізіліп жатыр. Банктармен де жаңағы талай ұлттық банкпен жаңа банки второго уровня солармен бірге де көптеген шаралар жасалып жатыр. Енді оның барлығын айта берсем, ол қазір алаяқтарға кішкене нұсқаулық болып кетеді. Мен әрқайсысына толықтай айтып, мына жүйе былай қолданылады, мына программада біз былай істейміз деп айтып жатсақ, ол жаңағы алаяқтықтарға нұсқаулық болып кетеді, былай қарап тұрсаңыз. Дұрыс. Бірақ енді жалпы алаяқтарға нұсқаулық түрінде емес бағыттарды атап өтсеңіз. Мысалы, ол ең бірінші халықты жаңағы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы ақпарат беру. Екіншіден, қазір бізде ұлттық банкпен бірлесе отырып, антифрод деген жүйе енгізіліп жатыр. Антифрод деген жүйе ол барлық Қазақстан бойынша интернет алаяқтықтарда қолданылатын есеп шоттар, дроппер дейміз қазір. Дропперлардың есеп шоттары енгізіледі және бұғатқа қойылады. Блокқа түседі, солардың шоттары. Соны айта кетсек болады. Тағы да өте көп. Жалпы енді ұялы операторларда да антифрод деген жүйе бар. Ол жаңағы басқа жақтан келіп жатқан фрод звонки дейді, мошеннический алаяқтық қоңырауларды тоқтатамыз жаңағы технологияны қолдана отырып. Жаңа сөзіңізде айтып қалдыңыз, басқа жақтан келетін қоңыраулар деп. Негізі көп жағдайда осы Мәкең де айтып кетті сөз арасында. Қарап отырсақ, қоңыраулар басқа елдерден шалынады. Басқа елдерден шалынады. Мен сізге 90-нан аса пайыз деп айтсам да болады. Жаңағы интернет алаяқтықтар транснационалдық қылмыс қой, интернет алаяқтық деген. Яғни қылмыскер кез келген мемлекетте отырады. Интернетті пайдалана отырып, ол біздің халықты немесе телефон қоңырау шалу арқылы, немесе интернетте белгілі бір фишингтік сайттар жасау арқылы, таргетированный реклама дейді, сондай жүргізу арқылы адамдарды алдайды. Осы енді интернет алаяқтар пайда болғалы, қаржы алаяқтары пайда болғалы, түрлі терминдер де пайда болды да. Оның ішінде фишинг көп жиі еститінбіз. Осы фишингке кішкене біздің көрермендерге түсінікті болу үшін түсіндіріп айта кетсеңіздер. Фишинг деген не бұл? Фишинг деген бұл белгілі бір интернеттегі сайт. Мысал келтіретін болсақ, Қазақстандағы кез келген банкты алайық. Оның өзінің сайты бар.
ресми сайты. Соған ұқсас қылып тура сондай интерфейс жасап, мысалы жаңағы банктың атауы болса сайттың бір буква қосады, бір әріп қосады, немесе бір символ қосады да жаңағы банктың несі сайты сияқты қылып қояды. Кейбір барлық азаматтар емес, кейбіреулері жаңағы сайтты тауып алып, өзінің банктік есепшоты туралы деректерді сол жаққа енгізеді да, оның барлығы жаңа алаяқтардың қолына түседі. Фишинг деген ағылшын тіліне аударсақ, балық аулау ғой, былай қарап тұрсаңыз, рыбалка ғой. Иә. Солай ғой негізінен. Қосып қояды да күтіп отырады. Алаяқтарға ауырып қояды ғой. Иә, қойып қояды да, кім түседі екен деп түскен адамдардың ақшасын жаңағы шешіп алады. Енді осы фишингпен қатар вишинг деген де түсінікті бар. Сол енді вишингке де тоқтала кетсең. Вишинг деген ол жаңағы адамдарды ақша салуға өздері телефон қоңырау шалып ақшаңызды салдыртады басқа шоттарға. Вишингтің ең көп тараған түрі ол жаңағы сізге хабарласады. Мен банктың қауіпсіздік қызметкерімін, сіздің шотыңызда белгілі бір операциялар жүріп жатыр, сіз жасап жатсыз ба дейді. Әрине айтады, жоқ, мен жасап жатқан жоқ. Ойбай, бұл сіздің шотыңызды қазір алаяқтар операция жасап жатыр. Оны болдыртпау үшін барыңызда бүкіл ақшаңызды шешіңізді. Біздің безопасный счет дейді. Біздің безопасный счеттар бар, қауіпсіз счет. Соларға барып ақшаңызды шешіп, сол жаққа барып салыңыз дейді. Жаңағы безопасный счет, қауіпсіз счет ол сол дөріперлердің счеттары ғой, есеп. Немесе анау телефоныңызға код келеді, сол кодты айта салыңыз, мына жақтан қорғаймыз дейді. Қайда қорғаған? Кіреді да, сіздің атыңызға депозит ашып, жаңағы депозитіңізді ақшаңыз шешіп алады, сосын кредит рәсімдеп тастайды, бәрін жасап тастайды. Сосын ана құқық қорғау органдарының атынан хабарласуда шығады. Полициямыз дейді. Оның бәрі телефон қоңырау шалады, нелер тәсілдер әртүрлі. Вишингке жатады оның бәрі. Оның барлығы вишингке жатады, иә. Енді соңғы уақытта қазір қарап отырсаңыздар, QR кодты бәріміз пайдаланамыз ғой күнделікті. Дүкенге барсақ та, кез келген жерде қазір QR код арқылы қызметіміз жүзеге асырамыз. Төлем жасау болсын, басқа нәрселердің барлығын. Осы QR кодтарды қолдану кезінде де түрлі қаржы алаяқтықтарына тап болып жатады адамдар. Иә, сол оған тоқтауға кетсек, енді бізде ол қатты тарамаған, бірақ белгілі бір фактілер бар. Яғни мысал үшін қазіргі кафе ресторандарда да мәзір кейде электронный да. Иә. Соған мысалы сіз QR кодын сканерледіңіз, сізді белгілі бір сайтқа алып келді. Мысалы сол жаңағы алаяқтар жаңағы QR кодты өзгертіп, өзінің QR кодын қояды. Сіз жаңағы QR мен өткеннен кейін сіздің телефонға белгілі бір бағдарлама жүктеледі, шпионский, немесе жаңағы фишинговый сайтқа сіз кіресіз. Өздерінің белгілеп қойған алаяқтар. Сол жаңа ары қарай белгілі өзіңіздің банктік шотыңыздың деректерін енгізесіз, сіздің ақшаңызды иемденіп алады. Яғни бұл жерде мына вишинг пен фишинг бұл көп жағдайда мысалы шетелдіктерден келетін алаяқтықтың бір түрі десек болады. Ал QR код көбіне өзіміздің мемлекет ішкі жағдайға, ішкі алаяқтардың пайдаланатын тәсілі ғой. Сондықтан ол кішкене вишинг-фишингпен салыстырғанда аздау болатын сияқты. Иә. Енді жалпы адамдар осы QR кодтарды пайдалану кезінде қандай бір қауіпсіздік шараларына мән берген жөн? Енді жаңағы қарау керек қой, қандай сайтқа сіз келдің. Мысалы, жаңағы мәзірдің мысалына келетін болсақ, аштыңыз сайтты, тек қана мәзір болды. Қарадыңыз, бәрі жақсы. Басқа қосымша сілтемелер тұрса, қосымша мына бір бағдарламаны доверять, не доверять дегендер шығады ғой, неге ұялы телефонға. Ол жерде күмән тудырады. Міндетті түрде соған мұқият қарау керек. Иә, мұқият қарау керек. Мәке, енді қалай, өзіңіз QR кодты жиі қолданасыз ба, сосын осы алаяқтық мәселелеріне тап болған кезіңіз жоқ па? QR кодты мен жиі қолданамын. Енді алдағы уақытта бүкіл халық болып та қатты қолданатын болып жатырмыз, өйткені қазір ұлттық банкта ортақ QR код шығарып жатыр ғой. Барлық есептемелердің бәрін қазір QR кодпен. Демек, бұл да әлі еселенеді деген сөз, енді басталып жатқан болса керек. Алдағы уақытта сол үшін сақ болу керек. Дұрыс айтып отыр. Жаңағы ойларыңыз дұрыс. Сондықтан да барынша енді мұқият болу керекпіз ғой. Біз енді көбінесе демалып отырған кезде, бір әртүрлі басқа ойда отырған кезде, бір немесе бір маңызды бір шарада отырған кезде ойланбай тез жаңағындай кіріп кетуіңіз мүмкін. Сондықтан да барынша мұқият болып, жеке егер код сұрап жатса, жаңағы карточкаңызды енгізу, оның нөмірін сұрап жатса, онда барынша жаңағы бірден тоқтатып, есті жиып, жаңағы ондай қадамдарға бармауға тырысу керек. Қазір енді нейрожелілер көп дамып жатыр ғой, жасанды интеллект. Сонымен бірге дипфейк деген түсінік пайда болды да. Ол енді дипфейктің түсінігі, кәдімгі оның әдіс тәсілдері
қарапайым осы сіздер айтып отырған әдіс тәсілдерге қарағанда өте қауіпті, иә, өйткені шынайылыққа жақындау. Жоқ, шынайылыққа жақындау, бірақ жаңа дипфейк технологиясы ол жаңа қарапайым алаяқтықта қолданады. Телефонмен қоңырау шалумен психологиялық жаңағы давление жасап адамдарға сол жерде ғана қолданады. Қазіргі уақытта дипфейк айта кететін болсақ, ол жаңа қоңырау шалады, біз ұлттық қауіпсіздік комитетіненбіз дейді. Немесе біз мынандай немен ішкі істер органдарынанбыз деп хабарласады. Содан кейін сізге жаңағы сіз сену үшін видео қоңырау келеді, видеозвонок, жаңағы мессенджерде видеозвонок келеді, сіз қарайсыз. Егер видеозвонок болса, значит бұл шынайы деп ойлайсыз сенуге болады деп ойлайды да кішкене. Көтерген кезде дипфейк біреудің басын қойып қойған. Біздің белгісіз бір форма, не бір біздің әскери де емес, полициянікі де емес, анау бір түсініксіз форма кигізіп қойған, айтып жұлдыздар мен погондар сол сөйлеп атады. Бұл сіздің есеп шотыңызға қазір атака жүріп жатыр. Сіздің есеп шотыңызға мынандай, біз қазір спецоперация жасап жатырмыз. Мен мынандай жердемін. Сіз жаңағы есеп шотыңыздан ақшаңызды сақтап қалу үшін мынандай нелер жасау керексіз, әрекет жасау керексіз дейді. Көбінесе ол әрекет ақшаңыз шешіңіз, кредит алыңыз, мына шотқа салыңыз. Болды. Кәдімгі осыған дейін қолданылып келген тәсілдерге ұқсас, тек қана жасанды интеллекттің бір белгілі бір элементі ғана бар. Қолданады, жаңағы сіздің психологиялық неңіз давление көбірек болу үшін қолданады. Бізде адамдар енді көп жағдайда осы жеке деректерді басқа біреуге өте еркін бір беріп қоятын сияқты да, өздері таратуға бір қуана дайын, міне ала ғой деп. Осының алдын алу үшін бір адамдарға бір белгілі бір кеңес керек сияқты осы. Кеңес болғанда енді жаңағы сайттарда доверительный сайт дейді ғой, недоверительный сайт, белгілі бір оның жаңағы несін репутациясын қарау керек сайттың, сіздің өзіңіз жеке деректерін енгізген кезде өзіңіз жеке деректермен өте сақ болу керек. Қазіргі уақытта, қазіргі заманда банктік шотпен жаңағы өзіңіздің жеке басыңыз туралы деректерге өте сақ болу керек. Әрбір жерде әрбір адамға мысалы телефон арқылы немесе интернет арқылы таратуға болмайды. Және бұл сақтықты онлайн банктік қосымшалар арқылы төлем жасайтын кезде де мұқият есте ұстаған дұрыс болады деп ойлаймын. Мәке, сіз бұған қалай қосып алатын пікіріңіз болса? Негізінде біз әрине айтамыз ғой, сақ болу керек, абай болу керек деп, бірақ өзіңде кейде тап болып қалуы мүмкінсің ондай жағдайларға, шын айтқан кезде. Өйткені әртүрлі технологиялар өзгеріп жатыр да, ертең білмейсің қалай шотыңа жаңағы шабуыл жасап қойды, ол шотың қалай жаңағы кибершабуылдықтан қалай аман есен қалып қамалды деген нәрселер. Көбінесе тіпті перевод жасаған адамдар тіпті ол қаражатында жетпей жатып, екі ортада да ақшасынан айырылып қалғандар бар да, ақша кеткен бірақ ана жаққа жетпеген дегендей. Ондай ситуацияларға да ұрынатындар бар. Сондықтан менің ойымша енді бұл жерде халық үшін негізгі білетін алаяқтардың жалпы сипаттамасын бірінші біліп алу керек. Енді бәріне ортақ сипаттамасы ол жаңағыдай өздері шығады, көп жағдайда сақ болу керек. Екінші жағдайда қаржы пирамидасы болса, ол нақты жаңағындай ақылға қонбайтындай табыстарды уәде етеді. Осында 2 есе өсіп кетеді, 3 есе өсіп кетеді деген. Жаңағы біз депозиттің пайызына қараймыз да айтамыз, жаңағы депозитте максимум 15% бар, демек 15%-дан артық болмау керек дегендей. Бірақ жаңағы акциялар, облигацияларда бар, ол жерде 20-25% шамамен. Ал енді сіздіге сол 20-25%-да ай сайын уәде етіп тұрса немесе, ол жүк мән туғызады да автомат түрде. Айналайын ар ойна деп ондай кезде айту керек дегендей. Сол мәселелер сосын ортақ тағы бір олар жақын адамдар арқылы да келіп жатыр. Егер қаржы пирамидасы болса, көбінесе ол жаңағы бауыры келеді, туысынан келеді, досынан келеді, маған сенбей тұрсың ба, жүр дегендей, сондай дүниелерде болады. Цифрлық алаяқтық бұл әрбір адамға, қоғамға үлкен қауіп. Сондықтан оған төтеп беру тек құқық қорғау органдары қызметкерлерінің ғана емес, әрбір отандасымыздың міндеті болса керек. Қаржы алаяқтарына қарсы тұратын қарапайым ғана қағидаларды білу арқылы біз бұған қарсы төтеп бере аламыз. Фин подкаст сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз. Лайк басып пікір қалдырыңыздар. Қаржыға қатысты өзекті тақырыптарды бірге талдаймыз. Бай қуатты болайық.